Қазақстан Республикасының президентінің іс басқармасы медициналық орталығы ауруханасының терапиялық блогы екі сектордан тұрады. Емдік және диагностикалық. Біріншісі 4 терапиялық бөлімнен құралған. Мұнда барлық бейіндер бар. Кардиология, пульмонология, неврология, ревматология, нефрология, гастроэнтерология, эндокринология. Диагностикада стандартты УДС-дан бастап Қазақстанда баламасы жоқ заманауи КТ аппаратына дейін бар. Сейчас мы занимаемся лечением самых сложных и тяжелых пациентов. Қазір біз сараланған диагностика және пациенттерді емдеу тактикасын анықтау тұрғысынан ең күрделі және ауыр науқастарды емдеумен айналысамыз. Эксперттік санаттағы ең жаңа жабдықтармен жасақталған озық диагностикалық база әрбір пациентті оңтайландыруға және дербестендіруге мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда пациентке көп бейінді көмек көрсетудің толық циклі жасалған. Бұл диагностика, емдеу және оңалту. Біз микробқа қарсы препараттарды тиімді пайдалану бағдарламасын, инфекциялық бақылау жүйесін енгіздік. Антикоагулянттарды қауіпсіз пайдалану бағдарламасын әзірледік. Әр пациентпен әртүрлі бейіндегі дәрігер тобы жұмыс істейді. Пациентке емдік тағам, оңалту шараларының кешені таңдалады. Бұл пациенттің денсаулығын, ағзасының қызметін тез қалпына келтіруге және оның өмір сүру сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Біздің басты әлеуетіміз Еуропа мен Азияның озық клиникаларында тағылымдамадан өте отырып, емдеу процесіне ең үздік әлемдік практиканы енгізетін дәрігерлер мен мейірбикелеріміздің командасы. Президенттік клиникадағы қарқынды дамып келе жатқан терапиялық бағыттардың бірі пульмонология. Дәрігер-терапевттер бронх-өкпе жүйкесінің кез келген ауруын диагностикалайды. Оның ішінде иондық процестер және өкпенің интерстиция аурулары. Ол үшін дәрігер-пульмонологтарға барлық жағдай жасалған. Дәрігерлердің аталған ауруларды диагностикалау мен емдеу үшін оларға заманауи инновациялық құрылғылар көмектеседі. Для этого у нас есть все необходимое. Речь идет. Бізде қажеттінің бәрі бар. Мұндағы айтайын дегенім ажырату қабілеті жоғары КТ-да және МРТ перфузияда бар. Яғни, өкпе тініндегі өзгерістерді зерттеу тәсілі. Біздің ауруханаға енгізу қазір мұндай көмекті көрсетуде үлкен көмекші болып отыр. Және белгілі болғандай, мұндай зерттеу өкпенің диффузиялық қабілетін зерттеу жүргізілетін жалғыз клиника біздің ауруханамыз ғана. Онсыз интерстициялық өкпе зақымдануы бар пациенттерге пайда болатын функциялық бұзылуды нақты бағалау мүмкін емес. Бүгінгі таңда біз бронх-өкпе ауруларын ғана емес, басқаларында диагностикалауда жаңа әдістерді енгізуді жоспарлап отырмыз. Біздің мамандарымыздың жоғарғы дайындық деңгейі, ауруханамыздың жақсы жабдықталуы терапиялық бейіндегі пациенттерге жоғарғы білікті көмек көрсетуге мүмкіндік береді деп айтқым келеді. Президенттік клиникада консервативті терапиядан бөлек анестезиология қызметі де дамып келеді. Мұнда да жақсы әлемдік стандарттар енгізілуде. Реанимация бөлімшесінің ерекше мақтанышы ояну палатасы. Өзгенің техникалық жабдықталуы бойынша ол жетекші әлемдік клиникалардағы осыған ұқсас палаталардан кем емес. Сонымен қатар асып түседі. Қазақстан Республикасы президентінің іс басқармасы медициналық орталығы ауруханасының мүмкіндіктері терапевттерге түрлі ауруларды диагностикалаумен және емдеумен айналысуға, ал пациенттердің жылдамырақ қалпына келуіне мүмкіндік береді.